Қайсар мен Болат демалыстарын қызықты өткізу үшін театрға қойылым қарауға келеді. Қандай қойылымға келдік өзі? Фантастика ма? Қайдағы фантастика? Бұл біздің ана тіліміз туралы спектакль. Ой, тағы да қазақ тілі ме? Оның не керегі бар? Қазір адамдар қазақша аз сөйлейді ғой. Олай айтпа, ол біздің ана тіліміз ғой. Кеттік, оданша қойылымды көрейік. Кенет жарық сөніп, сахна өзгеріп, перде ашылады. Сахнаға қазақ тілі ауыр күрсініп шыға келеді. Ой, мен не болып барам өзі? Жастар мені ұмытып бара жатыр. Өз елімде өгей болып қалдым ба? Біз қазақ әліпбиінің негізіміз. Бізді ұмыта бастаған секілді. Мен қазақ тілінің ұлттық бояуын сақтайтын әріппін. Бұрын жаңбыр, саңырауқұлақ сөздерінде жарқырап тұратын едім. Енді адамдар менсіз жазғысы келеді. Қазақ тілінің үндестігі менсіз толық болмас еді. Қалайша? Қазақ деген ұлы сөз менсіз қалай жазылады? Менсіз қазақ тілі емес. К мені алмастыра алмайды. Бізді ағылшын, орыс сөздері ығыстырып жатыр. Қазақ тілі бай тіл. Бірақ оны сақтау үшін тек әріптер емес, адамдарды әрекет ету керек. Дәл солай. Егер біз өз тілімізде сөйлеп, оны дамытпасақ, әріптердің қандай болғаны маңызды болмай қалады. Мен болмаса өнерде, өмірде болмас еді. Ең сорақысы, кейбір адамдар мені о деп жазады. Ал мен болмасам, қазақ батырларының қаһармандығын қалай жеткізер едіңдер? Осы кезде сахнаға бөтен әріптері кіріп келеді. Сендерді алмастыруға біз келе жатырмыз. Қазір біз трендтеміз. Hello, бүкіл әлем бізді үйреніп жатыр. Не істеймін енді? Заман талабымын, өйткені мен болашақпын. Бірақ сен менің елімде тұрып жатсың ғой. Қазақ жерінде қазақша сөйлеу керек емес пе? Бірақ мені көрмейтіндер көп. Құжаттарда бармын, заңда бармын. Тіпті конституцияда менің мәртебем айқын көрсетілген. Бірақ мен көп жерде жоқпын. Я, дұрыс айтасың. Мемлекеттік тіл ретінде мәртебең бар. Бірақ жұрт ресми кездесулерде менімен сөйлеседі. Менсіз құжат жоқ. Ал менсіз ешқандай халықаралық келісім, технология, ғылым жоқ. Бүкіл әлем менің тілімде сөйлеп жатыр. Сонда менің болашағым не болмақ? Мен өз жерімде азайып барамын. Қараңдаршы, қалалардағы ойын-сауық орталықтар, мәзірлер бейтаныс тілде, дүкен атаулары бөтенше. Тіпті туған жерімде өзім бөтен сияқтымын. Жоқ, сен өлмейсің. Бірақ өзіңнің құныңды арттырмасаң, жастар саған қызықпайды. Дәл айттың. TikTok, Instagram, YouTube бәрі менікі. Сен сол жерде барсың ба? Әрине бармын. Маған да сұраныс аз емес. Ей, мыналар тіріліп кетті ме? Бауырларым, сабыр етіңдер. Бірақ шындық осы. Адамдар бізді қолданбай барады. Ей, ескі әріптер, не болып жатыр сендерге? Барлық адам мен арқылы сөйлеседі. Қазақша әріптерді жазу қиын деп, барлығы латыншаға көшіп жатыр. Қазақ тілінің латыншаға көшетіні рас. Бірақ мәселе әріпте емес. Халықтың өз тілін ұмытпауы маңызды. Бізді жоқ қыла алмайды. Біз қазақ тілінің жаны, үндестігі, рухымыз. Я, біз қазақтың ұлттық ерекшелігін сақтаймыз. Мен қазақтың рухы едім. Ал қазірше қарапайым дүкенде, мейрамханада, ойын-сауық орталығында мен жоқпын. Сонда менің орным қайда? Балаларым, сендерді дауласып жатыр деп естіп ояндым. Қазақ тілі ұлттың жаны. Мен қазақ тілін сақтап қалу үшін әліпби жасадым. Жазу реформасын енгіздім. Бірақ сендер ана тілдеріңді қолданбасаңдар, бізден не қалады? Қазақ тілі талай ғасыр бойы қиындықтан өтті. Тіліміздің еркіндігі бізге оңай келген жоқ. Сол себепті ана тілдеріңді қадірлеу керексіңдер. Ұлы ұстаз, сіз қазақ әліпбиін жасадыңыз ғой, солай ма? Дұрыс айтасың. Мен төте жазу деп аталатын әліпби жасап, қазақ тілін сақтап қалуға тырыстым. Ана тілімізді ғылымға, білімге жақындаттым. Қазақ тілінің түп тамыры көне түркі жазба ескерткіштерінен бастау алады. Орхон Енисей жазбалары түркі халықтарының ең алғашқы жазба мұралары. Бұл жазбаларда қазақ тіліне жақын көптеген сөздер кездеседі. 10-12 ғасырларда Қарахан мемлекетінде араб жазуы қолданыла бастады. Бұл кезеңде Махмұд Қашғари, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Ясауи сияқты ғұламалар түркі тілінде еңбектер жазды. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін халықтық тілі қалыптасып, қазақтың төл әдебиеті пайда болды. Асан Қайғы, Бұқар жырау, Шалкиіз жырау секілді жыраулар қазақ тілінің дамуына ықпал етті. Ағартушылық кезеңде Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы, Шоқан Уәлиханов сияқты ағартушылар қазақ тілінде жазып, ұлттық әдебиеттің дамуына жол ашты. 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін зерттеп, төте жазу деп аталатын жаңа әліпби жасады. 1929 жылы қазақ тіліне латын графикасы енсе, 1940 жылы кириллица қарпі енгізілді. Қазіргі уақытта біз қолданып жүрген қазақ кирилл әліпбиі 1940 жылдың 11 желтоқсанында бекітілген. Оның авторы Сәрсен Аманжолов болған. Кеңес заманында қазақ тілі екінші қатарға ығысып, көптеген ресми және ғылыми құжаттар орыс тілде жазылды. Қазақ тілінің қолдану аясы шектелді.
1989 жылы 22 қыркүйекте қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болса, 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ халқының ұлттық тілі болып бекітілді. Сонда біздің тарихымыз тереңде жатыр екен ғой. Бірақ қазір технология дамыды. Біз жаңа заманға бейімделуіміз керек. Қазақ тілін жандандыру үшін оны заманауи платформаларды дамыту қажет. Расында да, мен заманауи болып жастарға жақындауым керек. Қазақша контентті көбейту керек. Менсіз бәрібір ештеңе болмайды. Бірақ егер сен трендте болсаң, сені де үйренеді. Біз қазақша контентті көбейтуге көмектесе аламыз. Қазақ тілінде сапалы видеолар түсірейік. Бізде қазақша трендтер болу керек. Қазақ тілінде сапалы жазбалар көбейсін. Сонда біз әлі де маңызды екенбіз ғой. Әрине, ана тілімізді жоғалтпау біздің міндетіміз. Қазақ тілінің болашағы жастардың қолында. Осылайша қойылым аяқталып, көрермендер өз ризашылықтарын білдіреді. Мен қазақ тілін туралы мұндай көп нәрсе білмеппін. Әріптердің Ахмет атамыздың реніші орынды екен. Маған да үлкен ой салды. Қазақ тілі біздің өткеніміз, бүгініміз, болашағымыз. Егер біз ана тілімізді құрметтемесек, онда өзімізді де жоғалтамыз. Дұрыс айтасың. Ендеше бүгіннен бастап барлығымыз қазақша сөйлеп, қазақша жазып, қазақ тілінде контентті көбейтуге үлес қосайық. Тіліміздің мәртебесін биіктетуге атсалысайық.